네, 여러분 안녕하세요. 아셀입니다. 잘 지내요? сәлем достар, сіздермен мен Әсел және Kimchi TV. Достар, мен сіздерге алдыңғы видеода уәде еткенімдей және тақырыпты көріп тұрғандарыңыздай, бүгін менің ең сүйікті 10 YouTube блогерімді айтатын боламын. Және өте қызықты болады. Күтіңіздер. Көп сөз бай, тізімнің өзіне де көшейік. Бірінші ол әрине Love Korea. Ольга менің ең сүйікті YouTube блогерім. Мен ол жайында Instagram блогерлерінің қатарында айтқан болатын. Оляның әр видеосы, әр влогтары мини-драма, сериал сияқты, мен сияқты бір көрсеңіз, барлық видеоларын көріп шығасыздар деген ойдамын. Жақында ғана Оляда 900 000 подписчик болды және мен оны құттықтаймын. Золотая кнопка егері болуға аз қалды. Золотая кнопка, яғни ол 1 миллион подписчик болса, YouTube өзінің алтын кнопкасын сыйға тартады. Не себепті подписчик санын айтып өткен себебім, Оляның видеоларын тек Ресей, Қазақстан, Корея елдері ғана көрмей, Қырғызстан, Өзбекстан, басқа да Европа елдері көріп, оған өзінің жыл сайын жаңа жылдардан сыйлықтарын тартып отырады. Өте қызықты. Араларымызда Love Korea Оля жайында білетіндер де бар, мен білемін. Және Instagram блогерлер қатарында айтып өткенде, оның Ким Сон Гын деген күйеуі бар. Ол өте мейірімді және қыздарын өте қатты жақсы көреді. Және тамақты өте керемет дайындайды. Олардан София және Анжелина деген қыздары бар. София жақында ғана 15-16 жаста қателеспесем, жақында ғана трейни болды. Яғни айдол болуға тіптен жақын. Қыздары да екеуі де өте сұлу, әдемі, тәртіпті, мейірімді қыздар десем де болады. Анжелинаны келекте еркелетеді. Оның енді стилін айта алмаймын. Бір көрсеңіздер, стиліне шынымен де ғашық боласыздар. Кішкентай ғана болса да керемет, яғни орысша айтқанда со вкусом киінетін қыз. Оляның видеолары өзінің күнделікті өмірі, отбасы, қыздары жайында айтады және Корея жайлы көптеген ақпараттармен бөліседі. Оның әртүрлі жерлерге қыдырып, сол жердегі ақпараттармен бөлісіп отырады. Екінші ютубер Мария Сеул деп аталады. Ол мен жоғарыда айтқан Love Korea, яғни Оляның құрбысы. Екеуінде де бірге түскен қызықты видеолар өте көп. Марияның Алексей деген баласы және Милана деген қызы бар. Милананың кәріші аты Хёнби. Мария өзі өте ашық жарқын жан, видеолары да өте қызықты, күлкілі. Және Кореяның плюстары және минустары жайында айтады. Балалары да өте тәрбиелі. Үшінші сүйікті YouTube және Instagram блогерлерінің бірі Құлпынай ТВ, яғни Таль ТВ. Құлпынай ойне жайында мен Instagram блогерлер қатарында да айтқан болатынмын, бірақ оның YouTube'дағы видеоларды өте қызықты, корей тілі бойынша сабақтары да бар. Ол жерде Корея жайында көптеген ақпараттармен бөліседі және осы YouTube'ға қалай келді, сол жайында да қызықты ақпараттармен бөліседі. Одан бөлек кәрше тойы қалай өтті, өзінің ата-енесі және сүйкімді баласы, қазақша аты Думан жайында да қызықты видеолар өте көп. Міндетті түрде көріңіздер, бәрі қазақ тілінде. Төртінші YouTube блогер Кёнха Мин, яғни Кёнха, өте керемет жан, орыс тілін білетін кәріс қызы. Кёнха 5 жылдан астам орыс тілін оқыған және акценті өте нәзік, ерекше естіледі, міндетті түрде тыңдап көріңіздер. Және оның достары да өте көп, әртүрлі елден. Кёнха Ресейде, Қазақстанда да болған және Қазақстанның танымал жұлдыздарымен, мысалы 91, мысалы Айдана Меденова, Жека сияқты тағы да басқа жұлдыздармен бірге коллаборацияда түсірген видеолар өте көп. Және әртүрлі клиптерге өзінің басқа елдегі достарымен видео реакциялары да бар. Одан бөлек әртүрлі елдің тағамдарына, мысалы қазақстандық, ресейлік тағамдарға да реакцияларын қалдырған. Плюс қосымша ол өзінің мода, макияж саласында түсірген видеолар өте көп және әр видеосы қызықты. Және жаңа айтқанда акценті өте ерекше естіледі. Кёнханың да өзінің Instagram парақшасы бар. Бесінші блогер Молли Тюб. Instagram парақшасы Sense Korean'ды жүргізетін, мен алдыңғы видеода айтқан Мөлдір деген қазақ қызы. YouTube каналында өте пайдалы мәліметтер бар және корей тілі бойынша сабақтары да көп. Сіздерге өте пайдалы және қызықты болады деген ойдамын. Алтыншы блогер учитель корейского Соня.
сүйкүмдүү Соня деген кыз, өзүнүн корейче аты бар, бирок аны унутуп турмун. Яғни ол өзү корейс кызы, Ресейде бирок окуган. Бирок азыр Кореяда болсо да корейс тилин от үйдө үйрөтөтүн сабактары өтө көп және видеолор өтө түшүнүктүү, пайдалуу. 7 Мун Ай Айдана жайында мен Instagram блогерлер катарында да айткан болотумун. Instagram паракчасы It's Fly Moon. Бирок Айдананын YouTube видеолору Корея жайлы акпаратка толуу. Мисалы, жигит менен калай таанышты, Корея тагамдары жайында және де ар түрлүү клиптерге видео реакциялары да көп. Келесі калган мен айтатын 3 канал тек белгилүү бир блогер жайында гана эмес, яғни путешествие және де караоке, яғни корейче өлеңдерди айтуу және корейс тилиндеги мультфильм жайында болот. Келесі 8-ші YouTube канал Hello Jadu TV деп аталады. Ол корейс тилиндеги мультфильм. Ол корейче айтылады, бирок субтитрлери ар түрлүү тілде бар. Мен көбүнчө орыс тили субтитринен көремин. Өтө пайдалуу және кызыктуу, күлкүлүү. Видеолор өтө кызыктуу, айтып жеткизе алмайм. Бир мини сериал, драма сыяктуу түшүрүлгөн. Яғни бузук кичкентай Жаду деген кыз жайында болот. Онун отбасы, достары жайында. Жогоруда айткандай ар түрлүү тилде субтитрлары бар. Яғни өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап көрө аласыз. Келесі кызыктуу канал Seoul Walker деп аталады. Атауынан көрүп турган чыгарсыздар, бул каналда Сеулдун ар түрлүү жерлеринде видеолор түшүрүлгөн. Яғни Сеулдун адамдары, көчөлөрү, имараттары және күнделиктүү өмүрү жайында видеолор бар. Эң бастысы өтө качественный, яғни сапалуу түшүрүлгөн, HD форматта түшүрүлгөн видеолорду өзүңүз жүрүп келе жаткандай сезинесиз. 10-ші канал Q&A Rusuk деп аталады. Бул каналда эң таанымал корейче әндерди караоке ретинде айта аласыз және таанымал корейче әнчилеринин, дорамалардын осттары, өлеңдери бар. Өтө кызыктуу канал. Достар, сиздер менен чын жүрөктөн эчтемени жасырмай, пайдалуу YouTube блогерлеринен бөлүштүм. Сиздерге пайдалуу және кызыктуу болду деп ойлоймун. Менен болгондарыңызга рахмет. Камсамнида және аньон.